Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге бір жасағаннан мінсіз шығатын сметанниктің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызға керегі бөлме температурасындағы майымызға қант, разрыхитель, тұз, ұн сеуіп, видеодағыдай араластырып, үстіне жұмыртқа салып, біркелкі етіп араластырып, қамыр илейміз. Холодильникке 15 минут салып қоямыз. Салмасына ыдысымызға қаймақты, жұмыртқаны, қантты, ванилинді салып, шамамен 10-20 секунд біркелкі етіп араластырамыз. Қамырымызды холодильниктен алып, формамызға салып, қолымызбен біркелкі етіп жаямыз. Шеттерін қасықпен ротик жасаймыз. Видеодағыдай жасасаңыздар өте оңай болады. Салмасын құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге шамамен 30-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды пісіріп алып, формасынан суғаннан кейін аламыз. Егерде сіз формасынан суымай алып кессеңіз, салмасы ағып кетуі мүмкін. Менің рецептімен жасап көріңіздер, өте мінсіз болып шығады, сіздерге ұнады деп ойлаймын.